Сәлеметсіздер ме достар, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін сіздерге өте дәмді сүзбелі бәліштің рецептісімен бөлісемін. Алдымен ұн, салқын сары май, қопсытқыш, жұмыртқа, қаймақ, қант, салмасы үшін ірімшік, қант және жұмыртқа керек болады. Ұнымызға сары майды аунатып алып, үткіштің көмегімен барлығын өткізіп шығамыз. Және қолымызды осылай үйкеп, үгітіп аламыз. Яғни песочный болып шығу керек. Үстіне қопсытқыш салып, жұмыртқамызды жарып саламыз. Қантымызды, қаймағымызды қосып, араластырамыз. Қолымызбен жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың консистенциясы өте жұмсақ болып шығады, бірақ қолға жабыспайтын болып шығу керек. Қамырымызды екі бөлікке бөлеміз. Видеодағыдай біреуі үлкен, біреуі кіші болып. Және салфанға салып 15 минут тындырып қоямыз. Осы аралықта салмамызды дайындаймыз. Сүзбе, жұмыртқа, қантымызды миксердің көмегімен араластырып аламыз. Не болмаса блендермен де араластырсаңыздар болады. Сүзбені таңдағанда жұмсақ, нәзік түрін таңдаңыздар. Тыңған қамырымыздың үлкен бөлігін қалыңдығы 1,5-2 см көлемінде жайып аламыз. Және оқтаудың көмегімен жинап табамызға орналастырамыз. Осы аралықта пешті қыздырып қоя берсеңіздер болады. Қамырдың жыртылған жерлеріне аса көп мән бермеңіздер, өйткені ол оңай жабысады. Кем-кетік жерлерін артық шыққан қамырлармен жамап жібересіздер. Екінші қамырды да дәл осындай 1,5-2 см көлемінде жайып аламыз. Салмасын салып, бетін тегістеп, бір келкі етіп орналастырамыз. Ұзынша жолақтарға кесіп алып, бәлішіміздің үстін әрлейміз. Жан жағын осылайша қайта біріктіріп шығамыз. Бетіне 2 жұмыртқаның сарысын жағамыз. Қызып тұрған 200 немесе 180 градус пеште 45-50 минут, яғни қамырымыз қызарғанша пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Мадина Сапархан.